Сәлеметсіздер ме? Ақтөбе жоғары политехникалық колледжі автоматтандыру және басқару бөлімі арнайы пән оқытушысы Медеев Нұрдәулет. Пәннің атауы электр машиналары. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз тұрақты тоқ машинасының зәкір орамаларының құрылысы. Жалпы тұрақты тоқ машинасы дегеніміз айналыс механикалық энергияны тұрақты тоқтың энергиясына, яғни генератор ретінде, және керісінше тұрақты тоқтың энергиясын механикалық энергияға, яғни қозғалтқыш ретінде түрлендіретін электр машинасы. Бұл тұрақты тоқ машинасының құрылысы, жалпы тұрақты тоқ машинасы якорден, білік, якор орамынан, щеткалардан, магнит ағынның күштер желісі, коллектордан, полистік ұштардан, және қозу орамының катушкаларынан статордың станинасы болады. Осы тұрақты тоқ машинасының құрылысы. Статор дегеніміз ол якордың айналатын бөлігі және машинаның негізгі магнитті өрісінің қозуына арналған. Статор станинадан тұрады. Сол станинада басты полюстер орналасқан. Ол жаңағы басты полюстер магнитті өріс қозу үшін, және қосымша полюстер орналасқан. Ол коммутация жақсы болу үшін. Жалпы якор дегеніміз тісті біліктен тұрады. Тісті біліктің фазаларына якор орамы және коллектор орналасады, және якор білігіне енгізіледі. Тұрақты тоқ машиналарының зәкірін орау. ТТМ зәкірін орау зәкір өзекшесінде орнатылған және коллекторға жалғанған өткізгіштердің тұйықталған жүйесі. Зәкір орамасының негізгі элементі екі коллекторлық пластинаға қосылған орамның бөлігі секция болып табылады. Секция ол бір немесе бірнеше орамдардан тұруы мүмкін. Секцияның белсенді жақтары әртүрлі атаулы полюстердің астында бір-бірінен полюстік бөлу қашықтығында орналасады. Полюсті бөлу дегеніміз ол бір полюске келетін зәкір шеңбері ұзындығының бөлігі. Мына жерде осы полюсті бөлудің формуласы сіздерге көрсетілген. Фи деп тұрғанымыз бізде тұрақты 3,14. Тұрақты тоқ машиналарының осы зәкірін орау ТТМ дейді, яғни тұрақты тоқ машиналарында зәкірдің екі қабатты орамалары қолданылады. Әрбір фазада екі түрлі секцияның белсенді екі жағы төселеді. Зәкір ілмекті орамалары U1 деп тұрғанымыз ол зәкір бойынша бірінші ішінара қадам. Бұл жерде осы формула көрсетілген. Және U2 ол зәкір бойынша екінші ішінара қадам. U деп тұрғанымыз ол зәкір бойынша нәтижелі қадам. Ол U тең болады U1 алынған U2, яғни зәкір бойынша нәтижелі қадам деп тұрғанымыз ол зәкір бойынша бірінші ішінара қадам мен зәкір бойынша екінші ішінара қадамның айырмасына тең. Жалпы осы артықшылығы, тұрақты тоқ машинасының артықшылығы ол сыртқы сипаттамасы қатаң түрде берілген, автоматты желілерінде қолдану мүмкіндігі, реттегіш ерекшеліктері көп, ең таңдаулы механикалық сипаттамалар, ең жақсы реттегіш қасиеттер, үлкен жүктемеде жұмыс істеу қабілеті. Жалпы әр заттың өзінің артықшылығымен қатар кемшіліктері болады. Сонымен қатар осы тұрақты тоқ машинасы ТТМ-нің кемшіліктері ол құрылысының қиындығы, жиі тексерісті қажет етеді, жұмыс істеу уақыты аз, агрессивті ортада жұмыс істей алмайды, радио бөгетінің болуы.